Бұл Жақып жүре өзі төрткілде өмір сүрген. Хиуадағы медреседе білім алған. Хиуа медресесінде. Сол жылдары медреседе білім алып жүрген кезінде де сол молдалар айтқан, сенен молдалық шықпайды, сен қазақтың нағыз жырауы сен боласың деп, сол кезде молда ұстазы сол жердегі акум білген, бұны байқаған. Ал мына менің қолымда отырған мынау атамыз Жақып жыраудың домбырасы. 1895 жылы жасалған домбыра. Өзі 14 жасында базар жыраудан батасын алып, содан кейін осы домбыраны жасатқан. Өзі менен 70 жыл жанында бірге жүрген домбырасы. Бұл домбыраның өзі қараса кішкентай ғана домбыра. Саусақтарының орнымен басылып қалған. Ортасынан бөлінеді, белінде күміс сақинасы. Мына жағында міне аққудың бейнесін келтірген мына оюларына. Бұл домбыра осы күнге дейін менде сақтаулы үйде. Ұрпақтан ұрпаққа естелік болып қалған. Содан бері өзінің репертуарында 62 дастан болған. Өлең айтпаса, ән айтпаса, мына төсте кішкентай несі болады екен. Төсі ісіп кетеді екен, көкірек. Өлең айтпай кетсе, сол жырлап, бірнеше күн жыр дастандарды айтқаннан кейін барып жағы несі басылады екен өзінің. Сондай бір Құдай аян берген кісі. Өмірден өтті. Ол кісі қазір несі бейіті Төрткүл ауданы Аразқала қорымында жатыр, сол жерде бейіті. Барып жылда барып, елге барған кезде зияраттап тұрамыз. Атамызды зиярат қылып келеміз барып. Өзінен 2-3 ұл, 2 қыз болған. Ұлдың екеуі соғыста қаза тапқан, жалғыз ұл қалған, сол жалғыз ұл да мен. Біздер өзі 5 ұл 5 қыз. Осындай ортада. Мен ұлдың 3-шісімін. Ұл мен қыздан есептегенде 8-ші. Менен кейін 2-і бар. 2-нің бар менің. Міне осы. Өнер саласында жүрміз. Домбыраның белінде күміс білезігі. Міне сол қалпында сақталған. Бұған да қазақша ою өрнек жасалған. Байқап қарасам неге бұл нелерін. Ортасынан да бөлінеді. Бөліп қоржынға салып алып жүре берген ғой ол заманда. Қазіргі домбыраларда емес бұл. Ортасынан бөлінеді. Осындай қыл. Бөліп алып жүреді домбыраны. Міне. Айтатын осылай қосып алған, міне осындай домбыра міне. Атамыздан естелік, енді ұрпақтан ұрпаққа жалғасып бара береді бұл домбыра.